Мынандай бір оқиға бар. Хасан аль-Басри рахимахулла сабақ беріп отырған уақытында бір кісі келіп сұрақ сұрайды. Шейх, менің бір сұрағым бар еді дейді. Сұраңыз дейді. Сол уақытта жұмыс істеп жүр едім, жұмысымның ешқандай берекесі болмайды дейді. Не істесем болады осы дейді. Сол кезде Алладан кешірім сұра дейді. Астағфирулла деген сөзді айт дейді. Көптеп айт дейді. Екінші бір кісі келеді. Біраз уақыт өткен уақытта келіп екінші кісі келіп сұрайды. Мен егін егіп жүр едім, егінім шықпай жатыр. Осыған не істесем болады деп сұрайды. Сол уақытта Алладан кешірім сұра дейді оғанда. Сосын сабағын өте береді. Біраз уақыт өткен кезде тағы бір кісі келіп сұрады дейді. Шейх, менің әйелім көтермей жатыр еді, не істесем болады дейді. Сол уақытта Алладан кешірім сұра дейді. Сонда жанында отырған шәкірттер айтады: сізден 3 кісі келіп, 3 түрлі сұрақ сұрады, бірақ сіздің жауабыңыз біреу-ақ болды. Бұл қалай дейді. Үшеуіне де. Сонда мен бұны ойдан шығарып жатқаным жоқ дейді. Сөйтеді да Құран Кәрімдегі Нұх сүресінің аятын оқыған. Құл тустағфиру раббакум иннаху кана ғаффара. Ей қауымым, Алладан кешірім сұраңдар, Алла кешірімді деп аятты бастайды. Юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидкум би амвали ва банин. Сендерге аспаннан жаңбырлар жібереді. Яғни жаңбыр жаудырады да бала шағамен және мал дүниемен сендерді қуаттайды арттарыңды. Ва яджал лакум жаннати ва яджал лакум анхара дейді. Сендерге бау-бақшалар береді және өзендер ағызады дейді. Аятты оқиды. Сонда не екен? Кешірім сұраудың нәтижесі адамның берекесінің болуына, мал дүниесінің көбеюіне, балалы шағалы болуына себепкер болатын істерден. Дүниедегі пайдасы. Алладан кешірім сұраудың. Біз кейде айтып жатамыз: осы менің бір тірлігім болмай кетті, не істесем екен, жолымды аштырсам екен деген адамдар көбейіп жүреді. Бірақ ол не екен? Нәтижесі бұның Алладан кешірім сұрау бұның барлығын мәселесін шешеді екен. Ал енді ақыреттегі пайдасына келетін болсақ, ләл азаба мa'ал истигфар деген. Кешірім сұраумен бірге азап болмайды ешқашан деген. Демек, үнемі кешірім сұрап жүру азаптың болмауына, ақыреттегі азаптан құтылуға. Тіпті бұл дүниедегі азаптың өзін айтқан уақытта ғұламаларымыз келтіреді ме, аяттан шығарады. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ деген аятты оқиды. Олар кешірім сұраған бойда Алла Тағала оларға азап жібермейді деген аятты келтірген. Демек, дүниеде де, ақыретте де кешірім сұраушы, қатесін мойындаушы адамдарға ешқашан азап болмайды деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде: «Айюханнас тубу илаллахи вастағфируху фа инни атубу илейхи фил яуми миата марра». Ей адамдар, Алла Тағалаға тәубе етіп, одан кешірім сұраңдар, өйткені мен күніне 100 рет тәубе етемін деп айтқан. Осы жерде тәубе мен истигфардың сәл айырмашылығы бар екендігін айтады. Бір адам күнә жасап қойған болып, күнәсін шынымен тастап артқа қайтатын болса, онысы тәубе болады. Мысалға дейік, тәубенің 3 шарты бар дедік қой. Күнәнің күнәлі іс екендігі мойындай отыра, бұл лас істерден дұрыс емес болды деуі, мойындауы. Екінші, бұл күнәға өкінуі. Үшінші, қайтадан қайталамаймын деп тастауы тәубе болады. Ал бірақ адам қайта-қайта жасап қою ықтималы бар. Тек мысалы, бір адам бір нәрсені істемеймін десе, қайта-қайта жасап қою мүмкін. Бірақ үнемі кешірім сұрап жүреді, астағфирулланы айтып. Бұл тәубеге жатпайды, бірақ кешірімге кіреді. Истигфардың үкіміне. Соның үшін құрметті жамағат, үнемі осы истигфарды көп айтуды естен шығармағанымыз жөн.